Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бір топ жаңаөзендік мұнайшылар бүгін 10.04.2003 жылы Астана қаласына әділдік іздеп келдік. Өткен жылы Кезбе мекемесінде жұмыс жасап жүргенімізді тендер бойынша бөлінген қаражатпен жеткіліксіз деп ереуілге тұрып, оны көбейтуге талап еткенбіз. Сол кезде сағатына 76 мың теңге болған. Ол жеткіліксіз деп басшыларымыз жалақыны дұрыс төлемеген. Ол ереуіл нәтиже бермеген соң бір тобымыз Астанаға келіп талаптарымызды жеткізгенбіз. Бұл мәселе жергілікті жерде Маңғыстауда шешіледі деп Қазмұнайгаз басшылары бізді ауылға қайтарып, 4 айдан соң ЖСС Бералин мекемесіне жұмыс көлемін беріп, тамыз айынан желтоқсан айына дейін жақсы сапалы жұмыс жасап, жоспарды уақытынан бұрын орындадық. Тағы 3 айға тендерсіз жұмыс көлемін берген. Наурыз айының соңында тендер ойнап, оны Кезбе мекемесі ұтып алды. Ол тендердан бір заңсыздық тауып, тағы тендер ойнатады. Оны да төмен бағамен Кезбе ұтып алады. Бізге Кезбе мекемесіне жұмысқа барың деген ұсыныс жасалады. Біз одан бас тарттық. Өйткені ондай төмен бағамен бізге лайықты жұмыс орны мен лайықты еңбекақы төлей алмайды. 1 сәуірден біздің еңбек шартымыз тоқтап, біз жұмыссызбыз. 16.04.23 жылы тағы бір жекеменшік мекемеге ұсыныс жасалды. 60.500 теңгемен. Ондай бағамен біздің әлеуметтік пакетімізді жұмыс жағдайын жасай алмайтын біз біліп, одан бас тарттық. Тендер мәселесінде келеңсіздіктерді әділ өткізілмеуі, баға ұтып алу үшін, төмендете беру, шектелмеу не үшін жасалады? Ақша жеу үшін ба? Болмаса жұмысшылардың еңбек ақысынан үнемдеу үшін ба? Самұрық қазынадан қандай бағамен жұмыс көлемі бөлінеді? Жұмыс ашушы мекемелерге қандай бағамен беріледі? Осын тексеріп, әділ орнатуды талап етеміз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр Әлихан Смайылов осы мәселелерге араласып, шешіп беруді сұраймыз. Талап орындалсын.